Біз бүгін Италияның алтын бұлағы вяленый помидор дейді. Оған керек прованский травы, базилик, розмарин и оливковое масло. Бірінші помидорларды кептіру керек. Примерно 12 сағат, как минимум. Желательно 24. Так, негізі вяленый помидорларға, кептірілген помидорларға специальный сорттар болу керек. В основном сладкий помидорлар, тәттілер, мысалы қатты қышқыл, ондай керек емес. В основном черри жақсы негізі қолданылады, өйткені бұны кептіруде оңай и тәтті болады. Сосын қызыл помидорлардың осындай болады, домашний. Ең дұрысы осы, өйткені бұлда су аз, но несі көп, мякоть көп. И осындай способпен кептіреміз. Осы столдың бәрін алып кептіре бастаймыз. Кеш жарық, біздің помидорларымызға 36 сағат болды. Примерно мынандай. Бұл күнде кепкен. Күнде кепті. Примерно 12 сағаттай. И 24 сағат 50 градус печкада, духовкада. Примерно түрі осындай болады. Но қатты сухой болмау керек. Почти осындай болу керек. Мясисті болып тұру керек. И біздің черри. Неге черриге 12 сағатта жетеді негізі. Енді не істеу керек? Бұл жерде біз енді банкаға бәрін жинастырамыз. Олшымыз керек. Обычно осындай кішкентай банкалар негізі. Өте нығыздап істеу керек. Себебі іште балық жүретін болса, ішінде тоже болмай қалады. И желательно оливковое масло. Мына жақта оливковое масло қосылған, примерно 50-50. Так что біз бастаймыз. Бізге обязательно чеснок керек. И негізі өзінің модификация, негізі чили перецтер. Оригинальный рецепті неге чили перец жоқ, но бірақ мен қосам. Ешқандай таза болу керек. Ашылып кеткен, жыртылып кеткен, шіріген жер болмау керек. Бұл обязательно. Ал чеснок қазір бізге мариновка. Осылай тонкий кесеміз. Сосын біреулер жақындасың ба? Біреулер прованский травы сеппей, зелень сеппей кептіреді. Мен зелень сеппей кептіремін. Өздеріңіздің ыңғайлы болады. Негізі мен мынандай осындай приправалар қолданамын. Бұның ішінде базилик, тимьян, розмарин. В основном 3 мята да қолданса да болады. Либо желательно, конечно же, базилик сушеный емес, свежий. Вот. Жақсы керек. Осындай банкіге. Желательно үлкен банк қолданбай қойыңыздар. Мына жақта примерно бастапқы салмағы 4 килограмм болды. Қазір максимум 901 килограмм әрең шығады. Так что расчет қалыңыздар. Кішкене май қоямыз төне. И бастаймыз. Чеснок. Кішкене чеснок. Түп жағынан кішкене чеснок. Помидор. Помидор. Не болмай жатса осындай немене қолдана өтіңіздер болады. Осылай престеп, нығыздап салу керекпіз. Содан кейін сары помидор бар. Для вкуса. Сары помидор бар. Обратно чеснок. И прованский травы, мен айтқан. И қайтадан басынан бастаймыз. Так. Помидор. Помидор, помидор. Так. Осылай. Осылай. И ортасына бір чили перец ортасына. Чтоб май ароматы. Бұл негізі чили ешқандай помидорға әсер бермейді. Ашты болмайды, уайымдамай қорықпай қалыңыздар. Бұл
майға ғана өзінің ерекше дәмін береді. Осында болып шықты. Өте тамаша. Қарасаңыз қандай. Прям Сицилия есіме түсіп кетті ғой. Соңғы банка примерно 2 литрдей шықты. Тамаша. Примерно 2 аптадан кейін жей берсеңдер болды же. 2 аптадан кейін самый раз болды.